Міне бүгін 9 мамыр болғанына қарамастан, мереке күні болғанына қарамастан барлығымыз жұмысқа шығып алдық. Өйткені концерт жақындаған сайын уайымымыз көп болып жатыр. Өйткені костюмдерімізде, тігілетін киімдерімізде, алға қойған жоспарларымызда өте көп болғандықтан жұмысты қарқынды жүргізбесек үлгермей қаламыз деген уайымымыз бар. Сіздер көріп тұрған бұл көйлектер шашу биіне арналған бишілерімнің көйлектері, яғни 4 ұл 4 қыз болып, концерттің басында ашылатын би, яғни шашу биі осы киімдермен болады. Ендеше 4 қыздың көйлектерін бітірдік, енді алдағы уақытта жакеттерін тігуіміз керек. Осылай қарқынды жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Және де сіздер көріп тұрған осы ұлттық биге арналған кимешек, бұл кимешекті қандай биге қолданатынымды алдағы уақытта көре жатарсыздар. Сондықтан біздің бэкстейдждерді жіберіп алмаңыздар. Сіздерді концертте күтеміз, өте керемет ұлттық билермен қарсы алатын боламыз.